Адамзаттың ардақ тұтар ұстазы, жер бетіне мейірім ретінде жіберілген Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл өмірі арқылы біздерге керемет үлгі, өнеге көрсетті. Ардақты пайғамбарымыздың әрбір айтқан хадисі, әрбір насихатының мұсылмандар үшін алар орны ерекше. Дегенмен Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүниеден өтер алдын айтқан өсиеттерінің мән мағынасы өте үлкен. Мысалы, қоштасу құптамасында ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Уа адамдар, сөзімді жақсылап тыңдаңдар. Келесі жылы сендермен бұл жерде ешқашан кездесе алмауымыз мүмкін. Уа адамдар, мына күндер мен айлар сендерге қаншалықты қасиетті болса, мына қалаларың сендерге қаншалықты қадірлі болса, сендердің малдарың мен ар-намыстарың соншалықты қасиетті» деп айтып, бірнеше маңызды өсиеттер қалдырған. Сол өсиеттің негіздеріне тоқталар болсақ мынадай: Аллах тағаладан қорық, өйткені Аллах тағаладан қорқу барлық нәрсенің басы. Оқи алғаныңша Құран оқы және Аллах тағаланы зікір ет. Себебі Аллах тағаланы зікір ету сен үшін жер жүзінде нұр, көкте азық. Көп күлуден сақтан, өйткені күлу жүректі өлтіріп, жүздің нұрын тайдырады. Көп сөйлемеуге дағдылан, себебі аз сөйлеу шайтанды бойыңнан алыстатып, дініңді қорғауда жәрдемшің болады. Нығмет мәселесінде өзіңнен төмен болғандарға қара, өзіңнен жоғарыларға қарама. Бұл Аллах тағаланың саған берген нығметін асынудан сақтайды. Өзің жасаған жамандықтарды өзгелерде көрсең ашуланба. Өз жаманшылықтарыңды көрмей, өзгелерді жамандаудан, өз бойыңдағы кемшіліктерге көз жұмып, сол кемшіліктерді басқаның бойынан көріп ашуланудан асқан кемшілік жоқ. Қайсы бір мұсылман ауырған кісінің көңілін сұрауға таңертең барса, кеш батқанға дейін 70 мың періште ол үшін Алладан кешірім сұрайды. Кешқұрым барса, 70 мың періште таң атқанға дейін ол үшін Алладан кешірім сұраумен болады. Жұмақта да ондай мұсылмандар үшін сый-сияпат әзір. Қайда болсаң да Алладан қорық. Жамандықтың артынан оны өшіретін бір жақсылық ілестір. Адамдармен ілім үйреніп, одан соң оны басқаларға үйретпеу, мол дүние жиып, оны керегіне жаратпай көміп қойғанмен бірдей. Ғылымның өлгені, еске сақталмағандығы, қызықпайтын адамдарға үйретіліп зая кеткені. Шақырған жерге ғана бар. Қыздарды күйеуге беру жөнінде аналарымен ақылдасыңдар. Екі жүзділіктің белгісі үшеу: өтірік айту, уәдеде тұрмау, аманатқа қиянат жасау. Кім-кімді дос тұтса, соған пейілін білдіріп қойсын. Досыңды соншалықты құлай сүйме. Күндердің күнінде дұшпаның болып қалуы мүмкін. Дұшпаныңмен де қатты жауласпа. Күндердің күнінде досыңа айналуы мүмкін. Алла алдындағы үйлердің жақсысы жетімдерді құрмет тұтатын үйлер. Егер біреу сені ғайбаттаса, немесе жоқ айыптарды тағып қорласа, сен сонда да оның бар айыпты бетіне басып кінәлама. Сонда күнәсі оған, сауабы саған бол. Арақтан, ішімдіктен сақтаныңдар, өйткені ол барлық жамандықтың төл кілті. Алладан қорқыңдар және перзенттеріңнің бәріне бірдей мейірбан болыңдар. Оларға киім мен
тамақты тең бөліңдер. Көршіңе жақсылық жаса, ұйқың тыныш болады. Өзің сүйген нәрсені өзгелерге де лайықты деп біл, сау саламат жүресің. Арам нәрселерден сақтанғың, адамдардың арасындағы инабаттысы боласың. Алланың берген ризығына разы бол, басқалардан гөрі дәулетірек өмір сүресің. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңыздар. Екі кісі бір кісіден жақсы, үш кісі екі кісіден жақсы, төрт кісі үш кісіден жақсы. Көпшілікпен бірге болғандарды Алла тура жолға бастайды. Жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Су сұрап келген адамға ашық қабақ танытып, шелегіне су құйып беріп, ізгілік жаса. Мінез құлқының мінәйім сыпайы болуын қалаймысың? Қаласаң, жетімдерге мейірімділік жаса, олардың басынан сипа, өзің ішетін тағамыңмен бөліс, сонда ғана мінезің жұмсарып, мейірбан боласың. Тағамды суытыңқырап ішіңіз, өте ыстық күйінде оның берекесі болмайды. Дін бұзарлыққа берілген дінді теріс пайдаланған адам сол ниетінен әбден қайтып айырылмайынша, Алла оның тәубесін қабыл қылмайды. Адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйкімсіздері шектен тыс дұшпандық жасаушылар. Адал деуге рұқсат етілген нәрселердің ішіндегі Алланың хош көрмейтіні талақ, некелі әйелін тастау. Жәрдем немесе қайыр садақа берудің ең әуелі өзіңнен баста. Артылғаның болса, отбасыңды жарылқа. Тағы бірдеңені артылып жатса, ағайын туыстарыңа бер. Олардан да артылып жатса, басқаларға бер. Кімнің мойнында аманат болса, оны аманат етіп тапсырған адамға толықтай берсін. Еңбегіңе ақыңа қиянат жасаған адамға сен қиянат жасама. Үмбеттерім үшін ең қатты алаңдайтын жайларым қарын шығарып семіру, ұйқышылдық, жалқаулық және өзінің әлсіздігіне сенімді болу. Өзімнен кейінгі қалатын үмбеттерім үшін үш нәрседен қорқамын. Нәпсіге беріліп тура жолдан таю, өзін-өзі жақсы көрушілікке, сезім құмарлыққа беріліп кету, ғалымға, білімге ие бола тұрып, білімсіздің ісімен айналысу. Сендердің ең жақсыларың әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болғандарың. Әйелдердің құқықтарына құрметпен қарауға және бұл тұрсында Алладан қорқуға кеңес беремін. Бай болсаң да, кедей болсаң да, сабырлы қалпыңнан айныма. Сені кеудеден итергісі келгендермен де достық қарым-қатынасты үзбе. Ей адамдар, Алланың атымен ант етемін, сендерді кедей болып, Алланы еске алушылардан қайғырмаймын. Мал-мүлікке, дүниеге қатты беріліп, Алланы еске алушы үмбетім жайлы қауіптенемін, өйткені дүние сіздерден алдыңғы қауымды жермен жексен етті. Ей адамдар, Алланың есімімен ант етейін, намазды сақтаңыздар. Алланың есімімен ант етейін, намазды сақтаңыздар. Ей адамдар, әйел кісілерге қиянат жасаудан Алладан қорқыңыздар. Әйел кісілерге қиянат жасаудан Алладан қорқыңыздар. Әйел кісілерге жақсы мәміледе болуларыңызды өсиет етемін. Ей адамдар, расында адамдардың ішіндегі озаты жалған дүниемен шын дүниені таңдау, еркі берілсе шын дүниені таңдағаны. Мұқтаждық тумайынша ешкімнен ештеңе сұрама да қалама. Алла жолында көрінгеннің айыптауынан қорықпай, хақты жақтауда күш жігеріңді сарп ет. Ащы да болса шындықты айт. Туған туыс сеніммен
қарым қатынасын үзіп саған жапа шектірсе де сен олардан байланысыңды үзбе. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүниеде мәңгілік болмағанымен Алла елшісіне түсірілген Құран және ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүннеті әлі күнге дейін біздің жанымызда әрі қияметке дейін бола бермек. Ендеше қасиетті Құранның аяттарына амал еткен ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның насихатын құлақ асқан ізгі жандардың қатарында болуды Алла тағала баршамызға нәсіп еткей. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болсын. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Қарағандарыңызға көп рахмет.